Заңсыз сағат тоқтады. Жарықтан жанбады. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. Пластик. Демдеміч, жылдан қане, жылдан қане қанеміч. Демдеміч, қане болсаңшы. Соңына естіңіз, жылдан қане. Дәдіш, кез бітірді. Тағы дайындалсаң, рекорд қоясың. Иә, істі өз қолыма алатын кез келді. Күте тұр. Демдеміч, қоқыс шығардың ба? Әлі шығармадым. Міне, жарайсың. Мына бөтелке саған керек пе? Керемет. Тағы 5 бар. Бұл тек басы ғана. Құтқару операциясы. Әкеңнің ойында не бар? Құтқару операциясы дейме? Мүмкін. Сенің әкең қаһарман шығар. Солай ойлайсың ба? Ой, Нолик, қатырасың. Оның несі күлкілі? Басқа кім құтқару операцияларын жүргізеді? Сонда бөтелкелерді де қаһармандық үшін жинап жүрме? Меніңше ол пластикті бөлек жинап жүрген сияқты. Не? Пластик адамдар ойлап тапқан мықты және ыңғайлы материал. Одан пайдалы заттар жасайды. Қаптар, ойыншық, техника, тіпті жиһаз. Алайда пластиктен жасалған затты жайдан жай лақтыруға болмайды. Табиғат оны 100 жылдың ішінде де шіріте алмайды. Сосын ғаламшар қалың қоқыстың астында қалады. Апат болмасын десеңіз, қоқысты бөлек тастаңдар, пластикті бөлек жинау керек. Сонда ол зиян келтірмей, ғаламшарымызға тағы да қызмет етеді. Жоқ, болмайтын әңгіме. Симка, қаһармандар қоқыс жинамай. Біз оны дәлелдейміз. Әрине, бұл эволюция. Жоқ, революция. Бәріміз бірге ғаламшарды қорғаймыз. Жолың болды, Демдеміч. Бәріміз бірге ғаламшарды құтқарамыз. Демдеміч, сенде пластиктен жасалған тағы не бар? Қазір. Ал мұна саған керек болады. Бұндай игіс үшін жан пида. Жақсы заттарды күтіп ұстау керек. Әке, маған да бола ма? Не бола ма? Сенімен бірге операцияға. Әлемді құтқарамыз. Өзің айттың ғой. Пластик жинау жайлы ма? Әрине. Мен 1-2 қорабын жинап қойғанмын. Қайта өңдеуге апаруға көмектесесің бе? Неге? Бұл қоқыс қой. Оның орны қоқыс жәшігінде. Егер бұны қайта өңдемесек, бүкіл әлем қоқыс үйіндісіне айналады. Кейбір заттарға екінші өмір сыйлауға болады. Немесе олардан мүлде басқа зат жасауға болады. Мысалы, қарапайым пластиктен жасалған бөтелке жаңа қалам, сағат, жиһаз, ыдыс немесе киімге айналуы мүмкін. Фабрикада ескі пластикті тазалап, ұнтақтайды. Сосын оны жуып, біркелкі болғанша ертеді де жіп тарта бастайды. Сол жіптен киім тігеді. Керемет пе? Бірақ ол тек адамдар қажетсіз бөтелкелерді, пакеттерді, стақандарды және тағы басқа пластиктерді бөлек тастап үйренгенде ғана жүзеге асады. Ал егер ормандар мен теңіздер пластик қоқыстардан тазарса, табиғат қалай қуанады десеңші. Қане, бәріміз бірге ғаламшарға қамқор болайық. Ал мен сізді ғаламшарды қорғап жүрме десем, қаһармандаршы. Біз онсыз да қаһарманбыз, тіпті сиқыршы деуге болады. Қалай сонда? Күте тұр. Мына футболка
осындай бөтелкелерден жасалған. Керемет пе? Ого! Алдайынсың ба? Онда алға. Адамдарға рахат. Қоқыс жинайды. Ал бізше? Ал фиксиктер техника жарамсыз болмай ұзақ қызмет ету үшін бәрін жасайды. Ал қоқысты сен де сұрыптай аласың.